Набыржалы, ассалаумалейкум. Куманды күніңіздер менен. Эми кезек ушул мынау базардын так ортосунда жайгашкан жылы жаңы унааларды тартабыз. Токто айтканда 2003-2004төн 2014-2015 жылга чыккан машиналар. Мисалы Camry, Prius, Avensis окшогон жол тандамасылардан тартабыз. 2002 жылы 2.4 автомат $8,900. Бүгін 5 декабр болуп калды, 2021 жыл. Бул жердеги свежий перегон Toyota Yaris'ти көрсөтөбүз. Бишкек колор салону. Коробкасы механика, автомат? Механика. Коробкасы механика. Бул сатылып кеткен болот. Свежий перегон. Азыр толук түрдө сурап көрөлү. Бул сатылып кетти ошондо? Жок. Сатылып кетти. Канча кетти? 6100. кетти дейт. Свежий перегон Toyota Yaris. Ушунун жанында Avensis көрсөтөм, 2001 жылы 1.8 механика, универсал. Байланыш номерин азыр бар экен. Баз канча болот? $6,500. $6,500. $6,500. Kia. Az bu машина өтүп кетсин. Ак түстө Kia Optima автоунаасы 2014 жылкы 2.4 басы $10,800. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшиги жабык экен. Биз бягына өтүп көрөлү. Honda CR жашыл түстө, дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. Коробкасы автомат, жылы 2004, 2 объем, басы $9,500. Honda CR. Салону. Свежий перегон Toyota Prius, жылы 2015, 116.000 км жүргөн, көлөмү 1.8, расход жылы 4 дейт, басы $12,900. Гибрид, азыр эми ээси бир жагга кеткен окшойт, эшиги жабык экен. Салону ачык сары түстө, кузуунда жумуш жок, задний камерасы бар. Hyundai Sonata, жылы 2015, объем 2.4, 100.000 км жүргөн. Американец, басы $13,900. Эшиги жабык. Lexus RX 330, жылы 2003, газ, бензин, коробка автомат, басы $12,500 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Бир салонун көрөлү. Кузуунда жумуш жок. Lexus RX 330. Subaru Impreza, жылы 2012, объем 2, 162.000 км жүргөн, басы $9,200. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бир салонун көрөлү. Пробег канча болуп калды ошондо? 170.000 км жүрүптүр. Азыр артында жабык экен, бягынан ачып көрөлүчү. Subaru Impreza. BMW 525, жылы 2015, 170.000 км жүргөн, коробка автомат, басы $7,000. Объем 2.5, да? Да, 2.5, но она чипованная, на ей как трешка. Подогрев работает, да? Подогрев сиденья работает? Нет подогрев. Подогрев жок экен.
Өте жақсы абалда 2.5. Toyota Camry 40 көзов, рестайлинг жылы 2010, 2.5, автомат 123.000 км жүрген, басы $12.200 сұрап жатыр, азыр есі жауып, бір жағынан кеткен ұқсат, состояниясы жақсы, $12.200. Toyota Camry 50 көзов, жылы 2012, 2.5, басы $13.400 сұрап жатыр. Toyota Camry задний камерасы бар, кузовында жұмысы жоқ. Жеті орынды минивэн автонасы Toyota Sienna 3.5 2011 жылғы 190.000 км жүрген. Тегі бензин екен, азыр газ жоқ. Дөңгелектері қышқы, бағасына көрдіңіздер, $17.500 деді. Салонны көрелі. 197.000 км жүрген. Газ жоқ азыр, а? Газ жоқ, бензин. Азыр артынан көрелікші. Ашыла орды? Мұндайын ашылады кен, а? Салонынан көрелі. Дөңгелектері қышқы, кузовында жұмысы жоқ. Toyota Sienna. Японец оңырылды Toyota Camry 2001 жылғы 2.2 коробка автомат. Басы $4.800, 300.000 км жүрген. Состояниясы жақсы. Toyota Corolla жылы 2006, 1.6 коробка автомат робот екен, автозавод бар, басы $7.500. Салон көріп қойлы. Күміш түсті учетқа қойылған Toyota Prius'ты көрсетілі. Жылы 2011, 1.8 гибрид, коробка автомат вариатор, 150.000 км жүрген, бағасы $10.700 сұрап жаттыр. Азыр еме ішінде есі ұқталып тұр, азыр бияғын өтіп тарталы. Toyota Prius. Салон ашып қойды. Сол рулды Honda HR-V автонасы жылы 2004, көлемі 1.6 автомат. Басы $6.800 сұрап жаттыр. Дөңгелектері қышқы. Сәдігі. Ашып көреді. Отырғыштары велер, коробка автомат. Toyota RAV4 жылы 2011, 2.4, басы $16.500. Дөңгелектері қышқы, азыр әме әйсі жол екен, азыр артынан өтіп көрелі. Кузовында бір да жерінде жұмысы жоқ. Toyota Camry 125.000 км жүрген, жылы 2004, 2.4, автомат $10.000. Ешігі жаңық бұлдағы 35-ші кузов, рестайлинг. Kia K5 жылы 2016, 2 объем, заводской газ, автомат 6 ступка, $133.000 км жүрген, басы $13.900 сұрап жаттыр. Азыр салонын көрілі. Kia K5. Lexus RX 350 жылы 2009, 3.5
Басы $21.000 сатып жатыр. Дөңгелектері қышқы. Салонын ашып көрелі. Ақтан. Номер неметесің өзі? Дағы бір RX 350, жылы 2006, 231.000 километр жүрген, газ, бензин. Басы $12.900. Mercedes 2012 жылғы 4.5 автомат, 73.000 километр жүрген, $25.000 жақшы түшіп берем дейді. Номері бар, чалып сөйлесеңіздер болады. Салонын ашып көрелі. Артынан ашып көрелі. Дөңгелектері азыркы учурда жайкы Mercedes G 450. Японец оңырылды, Subaru Outback 2004 жылғы, көлемі 3. Басы $7.5 сатып жатыр. Бұл баяғы көлемі 3 6 цилиндр боксер деп қояды, бұлар моторны. Түсі көк түсті, дөңгелектердағы қышқы.